Ауылға барсам Мархабат Байғұтов сұрайды, қалай досыңыз қалай деп. Германияға барып операция жасап шықты ғой енді Байғұтов. Иә. Сол Бексұлан екеуміз арнайы барып үйіне Астанаға барып көңіл сұрап қайттық. Содан кейін Мархабатқа айтамын ғой, бәрі жақсы, бәрі қалпына келді. Баяғы өзінің Қарағандыға барып, Қарқаралыға барып, қайын жұртына барып, дейланып қайтып келді. Бәрі жақсы, бірақ анау ұмытшақтық күшейіп барады. Ол қандай ұмытшақтық? Жақында денсаулығын жөндеп алғаннан кейін баяғы жастық кездесіне түсіп, келіншектердің телефонын тауып алып шақырыпты. Әлінде қонақ үйге, қазір қонақ үйді алуға болады. Шақырған дұрыс, стол жасаған дұрыс, шампан әкелген, шашлық әкелген, шоколад әкелген, бәрі дұрыс, шай ішкен, әңгімелескен, бәрі дұрыс. Енді светті өшірген, ол да дұрыс. Төсекке жант айтқан, ол да дұрыс. Енді бісміллә бәрекелді үстіне шыға берген кезінде неге шыққанын ұмытып түсіп кетіп қапты. Соны ұмытшақтық өте өсіп кетіп деймін ғой. Ондайлар көп. Дүкен туралы айтыңызшы. Ой, Дүкенбай туралы ол ең соңғысылардың біреуі ғой анау. Екеуміз поликлиникаға барып матчи тапсырып жатырмыз да, банкіге оқиын. Иә. Қыстың күні, жаздың күні тапсырып боламыз, екі әдемі қыз банкін алып кетеді. Дүкенбай состиып әлі тұр. Дүкен қайтпаймыз мен де. Жоқ, олатын мен қайтпаймын, ана екі қызбен келісіп қойып едім дейді. Келісіп қойсаң, екеуі де әдемі екен, жалғыз не істейсің? Давай мен де барайын. Жоқ, ол сен ойлағандай емес, сағат 10-да анализдер бітеді ғой дейді. Бітсе қайтайын деп едім. Банкін босағаннан кейін үйге алып кетуге келісіп едім, қазір варенье жабатын кез ғой дейді. Содан кейін Дүкенбайдың үйіне барып вареньемен шай ішіп көр. Ал енді Төкен досыңыздың Төленнің ұсталып қалғаны туралы айттыңыз. Өзіңізде осындай жағдай болды ма? Ондай. Біз жазушының отбасына оралайықшы. Жоқ, ондай болса Төленнің өсиеті ғой. Жеңгеміз кең ғой енді бірақ. Жоқ, ешқандай жеңге кең болмайды. Жас кезінде де, қартайған кезінде де. Және Төленің маған, мен ақылшым Төлен ғой. Ой нәрседен ақыл сұрасаң айта береді ғой. Еш уақытта мойындама деген. Еш уақытта мойындама деген, соны ақылымен өмір сүремін. Төленің енді баяғыда осы өскеменде жаңағы театрда Паршев, главный режиссер, осы ректордың қабылдау күндерін қоятын болып, 2 күн, премьера 2 күн қалғанда телефон соқты. Болады осындай өскеменде премьера болады, келдім. Билет жоқ самолетке. Төлен қайда істейді? Төленге айттым, Төке, маған срочно билет керек болды өскеменге. Онда документімнің ақшаны әкеліп таста деді. Документімнің ақшаны апарып тастадым. Қайта звондаймын, қайта жоқ. Әйтеуір табылды. Төке, не болды анау? Болды, билетімді алып қойдым, кел деді. Барсам, Шымкентке алып қойды билетті. Қайта қарағам жақсы болыпты. Мынау Шымкентке қойсын, сен Шымкенттің жігіті емессің бе дейді. Мен Шымкентте туылсам, нөмір бақ Шымкентке бара беремін. Шынымды айтсам, Шымкенттен басқа жаққа билет болмады дейді. Шынды мысың өйсе, билет бар жаққа ұша беремін мен. Ауылыңа барып біресе ұшып кетерсің дейді. Ақырында барып, аэропортқа барып, уборщица жүр екен, соған айтып едім, 5 сом беріп едім үстіне. Сол билет алып берді. Төлен алып бере алмаған билетті уборщица алып берген маған. Ой, оны істемеген бәлеш жоқ қой. Да, ау. Жақсы. Иә, жақсы. Ау. Қандай? Иә. Менен бүгін ертең қолым тимейді ғой болса да, дүйсенбіде жұмыста болам, вторникте болам, сол кезде хабарлас. Мен вторникте сабағым бар еді, бірақ онда ол сабақта да қолым тимейді ғой неден академияда. Сұрағың болса, онда ең жақсы вторник күні келсең жақсы, понедельник күнде мезде де сәл
кісі көп болады. 2-де сабаққа как раз сен маған 11-де кел. 11-де білесің қайда келетінді. Хабарласаң жақсы. Мұны студенттер де ескіде 200 қояқ деп сізбен сөйлесек деп. Жазушы шығармашылықпен алаңсыз айналысу үшін оның отбасы тыныш болу керек қой. Әрине. Жары, қамқор болу керек. Сіз өзім айтам өз жайымды деген секілді. Жеңгеміз, ұл қыз, перзенттеріңіз туралы не айтар едіңіз? Енді менің бұл жағынан, семья жағынан Құдайға шүкір жолым болған адам сияқтымын. Адаммын деп есептеймін өзімді де. Енді отбасы болғасын, анау-мынау болмай тұрмаған. Кейде осы жаңа төленге еліктеймін деп мен де сері болғам. Беқұстан екеуіне еліктеймін. Ерте кетеміз, кеш келеміз, соның бәрін көтерді ғой. Көтерді. Кім біледі, егерде басқа адамдар болып, ертоқым бауырын алып, үйдің айқайлап шаңын шығарып отырса, жазбақ түгіл өзің азып тозып қарабасың, мін әлек болып кетесің. Әйтеуір сәл-сәл анда-санда бір не болды деп қалғанымыз болмаса, әріге барған жоқпыз. Адам жалпы үй ішінде, әсіресе семьяман, бала шағаның өзімен де іш жайласқанда бетіңнің ашылатындай дәрежеге жеткізбеу керек. Бетің бір ашылатын болса, онда адам бір-бірін аямасқа кетіп қалады. Сондықтан оның аяғы жақсы болмайды. Аяғы жақсы болмайды. Ары түбіне кетіп қалмау керек. Соны ақылманан ұстап қалып отыру керек. Осы жағынан тетчер деймін ғой, тетчерде бала шағасына бәрінде шырылдап, ортасында жүрді. Көп қателіктерімді кешірді. Жазуда керемет қасында болды, қамқор болды, және ең бірінші оқушым осы, және мен өзім талғамына сенем. Қатты сенем. Және дәл айтады, өте нақты айтады. Мен басқаларында шығармасы жайлы солай пікір айтады. Менің өз шығармаларымда мына жерінде біткен дұрыс болады деді ол. Мына жерде солай қылсаң күшейетін еді. Мына жерде мына бір артық айтып қойған жоқ па мынау. Мына бір жерде бірдеңе жетпей тұрған сияқты. Оны мойындаймын. Соның пікіріме санасам, ешкіммен санаспасам да. Осы жағынан енді дұрыс. Қазір үлкен немереміз Шотландияда оқып жатыр. Екінші немереміз Малайзияда оқып жатыр. Үшінші немерем тікелей ұлдан айтып жатырмын да. Бөрте Естиярдан. Ол міне мектепте Айман Шолпан егіз қыз. Айманнан 3 немере бар. Күйеу балам Мұрат Бидосов, қазақ Хабардың бас режиссері. Ол жақсы жігіт, сонда папалап тұрады. Ол Айманнан Уәли деген мықты бар, Әлшер деген мықты бар, Дәния деген кішкентайлары бар. Үйге келгенде, есіңді шығарып беретін еді. Оған ескіріп келе жатыр. Шолпан болса, Шолпан да ол медицина саласынан кетті, Айман педагогика саласынан. Шолпанында Гаухар Әли деген бір қызы бар. Олар әлі кішкентайлар әлі қой дегенде біле беретін жас емес. Баяғы Карл Шапек балаларына пьеса арнапты да, 2 баласына жазып қойыпты. Әлі көбейту кестесін білмейтін 2 балам арнайым деп. Сол сияқты әлі көбейту кестесін білмейтін 2 немерем бар. Олар қой дегенде бетіңе қарап тұрып тағын. Келген жерінен арға жалғастырып кете береді ғой. Бір күні сөйтіп қой деген 8 түгел келіп шаршап Абай сайында отырған кезінде. Олар бір жерде шаршап қоясың, қой деген тыңдамайды. Қадайып өзім отырғам үшін шаршап қалжырап, не ұйықтай алмайсың, не оқи алмайсың. Сен местердің деп айтқаны ғой, балам, қалай папа, немерелердің қызығын көріп отырсың ба? Жақсы айтқан. Сол сияқты немерелердің қызығын өстеп кейде көреміз. Ал енді қазақ ат қоюда өте әсершіл халық қой. Бұрын әрине кітапқа қарап қоятын баланы. Бертінде
20-шы жылдары 50 жас газеттің бетінде біз қыздарымызға роза деп ат қоя бастадық. Осымыз дұрыс емес. Қазақша қоюымыз керек деген мәселе көтерілген екен. Ал роза баяғыдан байырқаланып кетті бізге. Енді қазақы есімдерді енді перзенттеріне қойып жатыр қазақ азаматтары. Ал сіз неғып естияр деп қойдыңыз? Былайша қарағанда қазақ ат қой енді. Қазақ ат. Мен әрі қазақылығын және жұрттың бәрінде кездесе бермейтін стандарттан қашу. Мен өзі әскерде жүргенде туылды ғой ол. 1 июньде туылды. Содан кейін кеткенім өзі 3-4 ай болған кез ғой. Барлық қазақ жігіттер жиналып ат қояйық конкурс жариялағанбыз ротада. Батальонбыз ғой. Біздің жеке рота батальон охраны. Қазақтың жігіттерін Гауһартас сол кезде етігім қонышына алып жүріп жаздым ғой. Әлі тұр дәптері бәле міз болған. Күндіз үндісін оқимын алларға. Сөйтіп жүргенде осы естияр туылды. Ат қояйық деп ат тауып бірнешеуін сонымен естияр дегенге тоқталғанымыз өте жақсы. Әрі естияр болсын, тұңғышымыз, қалған іні қарындастар болатынымыз соған ақыл айтып жүрсін, достардың арасында естияр болсын деп осыған тоқтадық. Ал Айман Шолпан егіз қыз болғасын, енді оған біз басқаша таңдау болмады. Айман Шолпан деп қойдық, традиционный. Кейін Бөрте болса да өзім ат қойдым, Бөрте деп. Баяғы ежелгі апамыз ғой, әр уақытта адам Мұхтар Құл-Мұхаммедтің айтуына қарағанда өзіміз де білеміз ғой енді. Бірақ ол үлкен мақала жазып Бөрте туралы. Алтын жатырлы әйел, 4 ұлы патша туды, Шошадан бастап. Екі қызда, қалған қыздардың бәрінде күйеулері патша болды, хан болды. Ел билеуге араласты. Шыңғыс ханның ең сенімді кеңесшісі болды. Және бүкіл өзінің ұруларын, ұрын-пытақтарын бәрін алып келуге сол жалпы өзі Қоңыраттан қыз алып берген ғой. Шыңғыс ханның бірде-бір ұрпағы жоқ Қоңыраттан қыз алмаған. Сол енді өсиет жасады ма екен? Әлде ерекше бір өздері қарым-қатынасы болды ма екен? Баяғыда Найман хандығымен соғысып, татарлармен соғысып жүргенде Қоңырат хан осылардың жағына шығып Тайшешен қызын беріп 9 жастағы Бөртені Шыңғыс хан Темучи кезінде үйінде моңғолдардың заңы бойынша үйленетін қыз